Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы оңай, дәмі керемет болып шығатын самсаның рецептін бөлісетін боламын. Керек заттарды төменге описаниеға жазып қоямын. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа ұнды електен өткізіп салып аламыз. Одан кейін сары майды ұнға ауната отырып, теркадан, яғни үккіштен өткіземіз. Сары май міндетті түрде морозильниктен шыққан қатты болуы қажет. Сонда біздің самсамыз арасы слоеный тесто сияқты болып, әдемі болып шығады. Сары майдың барлығын үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін қолмен біркелкі болғанша сәл-сәл араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді осы ұнның үстіне тұзды, жұмыртқаны және де қаймақты салып, қамыр илейміз. Жұмыртқа мен қаймақты қолмен сәл-сәл араластырып аламыз. Одан кейін біркелкі болғанша қамыр илейміз. Қаймақ пен жұмыртқа да холодильниктен шыққан салқын болуы қажет. Көп илеудің қажеті жоқ, яғни қамыр біріккенше илейміз. Құрамындағы сары май еріп кетпеуі қажет, сондықтан тез-тез жұмыс істеген дұрыс. Міне қамыр біріккенше илеп алдық. Енді кем дегенде жарты сағатқа целлофанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін салмасын әзірлеп қояйық. Ол үшін бізге тартылған ет, жуа, қара бұрыш және тұз қажет. Тартылған еттің үстіне жуаны ұсақтап тураймыз. Қара бұрышты және тұзды дәміне қарай қосамыз. Қолмен араластырып, салмасын дайындаймыз. Қамырымыз холодильникте жарты сағат тұрды. Енді кішкене ұн сеуіп, бөліктерге бөліп аламыз. Самса біркелкі болу үшін таразының көмегімен теңдей етіп бөлуге болады. Бірақ мен көз мөлшерімен бөліп шықтым. Қамырдың әрбір бөлігін домалақтап аламыз. Ұн сеуіп қамырды жаямыз. Қамыр қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Салмасын салып, үш бұрыш етіп түйеміз. Самса піскенде ашылып кетпес үшін қатты жабыстырамыз, қатты біріктіріп шығуымыз қажет. Самсаны басқаша түйудің тағы бір тәсілін көрсетемін. Қамырды жайып аламыз. Салмасын салып, қамырдың екі жағын осылай біріктіріп аламыз. Енді видеоны мұқият қарасақ түсінікті болады. Яғни бас жағын осылай басып қайырып аламыз. Қайырамыз. Әрбір қайырған сайын міндетті түрде басып отырамыз. Басамыз, қайырамыз. Қайырамыз, басамыз, қайырамыз, басамыз. Осылай түйсеңіздер де самса әдемі көрінетін болады. Үш бұрыштап түйгенде міндетті түрде үш бұрышын қосып, біріктіріп шыққан дұрыс. Сонда самса піскенде ашылып кетпейтін болады. Осылай бір-біріне біріктіріп, қосып шыққан дұрыс. Видеодағыдай қайталаймыз. Самсаны осындай етіп өрнектеп түйгенде бірінші екі жандарын бәрін біріктіріп аламыз.
Одан кейін бас жағын қайырып, осылай өрнектеп өріп шығамыз. Қайырып отырамыз, осылай қайырамыз, одан кейін басамыз. Енді самсаның қалғандарын бәрін жаңағыдай қайталай отырып, қалауымызша түйіп шығамыз. Самсаның бәрін түйіп болған соң формаға пергамент қағазын болмаса силиконовый коврикті төсеп, осылай самсаның барлығын салып шығамыз. Жұмыртқаның сары уызына кішкене сүт қосып, самсаның бетіне бір келкі етіп жағып шығамыз. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып қоюымыз қажет. Жұмыртқаны самсаның бәріне жағып болған соң, үстіне мак және кунжутты сеуіп, әсемдеп шығуға болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз, яғни сары түс болғанша пісіріп аламыз. Міне осымен самсаларымыз пісіп шықты. Осылай ыдысқа түсіріп алдым. Осы рецептпен жасаңыздар, сіздерге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады, отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Одан кейін тек осы рецептпен ғана жасайтын боласыздар. Самса өте дәмді, жұп-жұмсақ. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын.